Бейіт басындағы жұмбақ шал. Әкем айтқан сол бір әңгіме, мен өзім куә болған мына бір оқиға. Қанша жылдар өтсе де, ойымнан кетпестей орнығып қалды деді нағашым марқұм. Менің тылсым жайлар туралы білгім келгенін аңғарғаннан кейін. Алдымен әкемнің түсіне алмай кеткен әңгімесін айтайын. Әкемнің әкесі, яғни менің атам, Абыралы өңірінің бір түкпіріне жайлауға шыққан екен. Күнделікті қойларын өріске шығарғанда, қолындағы қысыр биесінде тұсап, отқа қойып жүреді. Біраз күндерден кейін қойын шарбаққа қамаған соң, атам биені алып қайтуға келген сайын, оның жалының кәдімгі қыздың бұрымындай, бірақ жуан етіп өріліп қалатынын байқайды. Алғашқы 1-2 күн мән бермеген атам, әдеттегідей тағы да кешкісін биенің ноқталап жатқанда, жалының тағы да өрілі тұрғанын көреді. Бұл не жұмбақ? Күнде таңертең өрілген жалын тарқатып, өріске жіберетін қысыр биенің жалын өріп жүрген кім? Ауылдағы құрдастарының бірінің ісі дейін десе, ен далада отырған жалғыз үй. Тіпті көрші қоныстанған да ешкім жоқ. Жақын маңайды қоныс еткен малшылар жоқтығы тағы да бар. Атам не болса да алыстан бақылап отыруға бел байлайды. Отар қойды түс ауа шарбағына қамағаннан кейін атына мініп, сақтана жүріп отырып, биенің өрісіне беттейді. Міне қызық, бие күндегі жерінен ұзап, елеусіз тұрған ескі бейітке барып қалыпты. Ал атам биенің жалына қарағанда көзі шарасынан шығады. Көк шапан киген кіп-кішкентай ақ сақалды әлде бір шал жылқының мойнына қонақтап алып, жалын өруге кірісіп кетіпті. Күтпеген көріністің әсерінен өз-өзінен булығып қалған атамның дыбысын шығаруға бата алмай, қанша тұрары белгісіз еді. Астындағы аты ауыздықты кере алға ұмтылып, кісінеп жібергені сол-ақ екен. Биенің жалына қонақтап, күнделікті жұмысын атқарып жатқан әлгі шал, көз ілеспес жылдамдықпен биенің мойнынан сырғып түсіп, ескі бейіттің ішіне еніп ғайып болады. Биенің тұсауын шешпестен, секірте айдап, қораның алдына әкелген атам, жалынның жартылай өріліп қалғанын көреді. Сол күннен бастап, атам биенің өрісін ауыстырып, әлгі төңірекке мал жаюын сап тыйған екен. Бір ескі бейіттің ішінен шыққан сол бір кішкентай шалдың жұмбағын біле алмай, білуге де жүрегі дау алмай, әкеме ғана айтып өмірден өтті. Ал өзім басымнан өткен оқиғаның жайына келейін. Ол кезде мектептің жоғары сыныбында оқитынмын. Қайнардағы ескі үйде тұратынбыз. Әжемнің бейуақытта ұйықтамаңдар, бұл үйдің иесі бар дегенді ара-тұра естіп жүргеніммен мән бермейтінмін. Түс ауа сабақтан келген соң, мал жайғап, қора жайды ретке келтірген соң, неге екенін білмеймін, қараптан-қарап мені ұйқы қысты. Төсекке шалқамнан жатқан күйі көзім ілініп кеткен екен. Әлде кімнің қарап тұрғанын сезгендей селк етіп оянып кеттім. Көзімді ашқаным сол, тұтығып сөйлей алмай қалдым. Тізем бүгулі қалған екен. Қара костюм шалбар, ақ көйлек киіп, галстук таққан әлде бір адам тіземе арқасын сүйеп, кеудеме салмақ салып жайбарақат қарап отыр. Жүрегім өрекпіп, аузыма тығылды. Сенсең де, сенбесең де, сол жұмбақ адам менің оянып кеткенімді сезді ме? Көз алдымнан жоқ болып кетті. Не дыбысым шықпай, не орнымнан тұра алмай, есімді жия алмай, 1 сағат жаттым. Елес дейін десем, шырттай киген ер адамның кеудемнің үстінде отырғаны анық. Елес емес дейін десем,
оның дем арасында қайда кетіп қалғанын түсініксіз. Мен сол күннен бастап бейуақытта ұйықтауды доғардым. Бірақ көргенімді ескі үйден көшкенше ешкімге айтпадым. Айтқан күнде де үйдегілер бейуақытта ұйықтап өзімді кінәлар еді. Осыдан көп уақыт бұрын айтқан нағашым Сейтқалидан естіген осы бір оқиғалар мен үшін де шешілуі қиын жұмбақ болды. Шынында да ескі бейіттен шыққан әлгі шал кім? Адам дейін десе, оның шамадан тыс кішкентай болуы қалай? Биенің жалын өруі ермек пе, не әдет? Егер нағашы атамыз жүрегі дауалап бейіт ішіне кірсе, ол шалды ұстап алуға болар ма еді? Дегенде қызық ой келеді. Ал бейуақытта еуропаша киімде нағашымның кеудесіне отырып алған жұмбақ адам кім? Жұмбақ үстіне жұмбақ. Желіден алынған. Авторы Сәтжан Қасымжанұлы. Канал ұнаса лайк басып тіркеле отырыңыздар.